иә, шын айтсам, мен осы видеоны прям күшті етіп сүйінші сұрап соңында күшті етіп видео түсіп аяқтағым бірақ болар болса, видео, наверное, көбісі опыттан шыққаннан кейін, бірінші опыттан шыққаннан кейін қарайтын шығар, или бірінші ойбай 10 сынып, 11 сынып енді оқитындар қарайтын шығар. Сол қызық болады деп үміттенемін. Не дерін білмей отырмын. Деу емес, қазір мен сауқым көрмеймін, вообще не істеп отырмын. План жасауым керек мынаған и мынаған тоже. Ровно менің мына жердегі так 1, 2, 3, 4, 5 15 күнім бар. 15 күн нағыз опытқа дейін. И келесі мына жерде менде 17-сі, по идее мен аквапаркқа барайын деп отыр отбасым. В общем, мен қателер жазуымын да. Енді қазір конспектін айтайын, қараймын. Қай жерде айтайтын, соларды оқимын. Темаларды қателер жаза аламын дейді, просто жаза алған жоқпын. Именно қай тақырыптар примерно. Я уже сошаг потенциал. Мен затонос больше шарты бітірдім. Толық. И содан кейін координасын реттелуге если хотим жұмыс бар. Ойланып тұрмын да, бір тақырыпты оқығанша пайдалы, чем бір сұраққа жауап беру орнына бір тақырып полностью пайдалану дұрыс сияқты. Но өте ұзақ уақыт алады. Осы видеоның спонсоры Лейс и екінші ойбай мировой футболдың рекламасы бар, сонымен реклама жасап жатырмын. Еще мен реклама туралы мен төменде телеграмға сөйлесетіндер. Мен, в общем, биологияны почти бітірдім. Миым шіріп жатыр, бір музыканы тыңдап жүремін, бүйтіп басым бүйтіп. И сосын бастаймын айтып. И просто дәл осындай контекст сұрақтар ұмытты. В общем, мен сөйтіп ұмытып кеттім. Мен гост аштым. Гост бүгін паркке ұмытып қалған соң, кешігіп келген соң ұйықтап. В общем, менде қазір сауық үйімде кетемін. Ровно қазір сағат 8 болып отыр. И мен қазір до этого мен еще пост тұтқан жоқпын әрине, но бірақ та прям күшті продуктивно өткен жоқ шынымен айтсам, иә. Мен вебинар қарадым. КСРО полностью 4 сағаттық вебинар қарадым. Ол 2х қарады дейді. Мен 2 сағат қой примерно. Логия бірінші бөлімді бітірдім полностью. Апайдың жалпы Айбот апай жасаған видеоны, эфирін бірінші бөлім қарадым. То есть 10 сыныптың бірінші бөлім бітірдім. Я солай. Так, мен әдемі жұмыс істедім, бітірдім. Химиядан полностью МС-дің тоже. Енді мен планда қазір базаны шығарып алдым ғой. Ондағы жүзақтың базасын шығарып алған едім. Оны 11-ші бөлім оқып тастап. Сосын ерте ұйықтап, бүгін ерте ұйықтап, ертең тұрғым келіп тұр. И бұйырса 17 аквапарк баратын болдым. Алла бұйырса. Осы уақытты көреміз, бардым бармадым. Так, доброе утро, друзья. Мен полностью тұрдым. Так, енді мен сауық ұйықтадым. Желайте мне удачи. Айтсам, қазір мен ұйықтап тұрғатырмын. Уже нормально встала. Дала шығып кіріп, бетон жуып нормально болдым. Тісім жуып, сөйтіп нормально болып ұйқыдан ашылдым. Кеше нормально болды тоже. Енді бүгін нормально алдырайын. Мен биорганик қайталан деп отырмын, и мен таймер қостым. Все, бітік. Мен, в общем, кофеден деп қойдыңыз бе? И қазір қайтып оқиын деп отырмын. Молодец все. Потому что мен полностью бір сағат қойып, фокус қойып, химияға база оқыдым. 7-ші және де 6-ші топ элементтері, факалкендермен соларды оқыдым. И, в общем, мен қазір енді аммиак соларды оқиын деп отырмын. Дайындап қойым кофе өзіме ішіп, и параллельно су бар еще. Достар, сағат ровно бізде 10 болған деп отыр. Ровно 3 минуттен кейін болады. Мен 6-та тұрдым, 6-та сағат бастадым. Поэтому мен ровно примерно думаю, что где-то ары кетсе 2,5 сағат оқыдым. Сабақта күшті болып жатты, фокус күшті қойдым и мини-конспект жаздым. Лекцияны қалысты. Помодоро мен жасадым. Помодоро неше? 2
В общем, почти по 2-20 минут дейді. Мен ана жерде еще 2 моторын қарадым. И ровно ана жерде еще таймер бар. Таймер бірақ та 100 сайын ауыса тұрады, секунд сайын. Поэтому солай. Осылай. Реакция жасаймын. Мен конспектім бүгінгі. Қайталап жүрмін. Ровно элементтер химиясы бойынша бәрі биорганикадан қазір қайталаймын. Осылай. То есть мындағы мен бүгін биорганик қайталадым полностью. И мында енді бізде ноты қалды химиядан. Ноты. План жазып кетeceğim. Полностью так базар. Сосын примерно енді тағы не жасап отырсам. Но бірақ та основном осы план. Бізге 60 килограмм тосап жасайтын болсам. В общем, мен MC-дан нұсқалауға қарадым бана 12 жарымда. 12 үйде және де қазір потом біткеннен кейін оны мен құтты биологиядан демалдым. Тамақ іштім мен параллельно тарадым. Қазір тарадым. Bir сағат бәрі сондай алты емес. Сондай после этого постоянно қайтып келесің тарадым. Ол 67 жылдар реформалар. И да, будет разные. Надеюсь. И қазір енді мен химиядан кешкерге жасаймын, НТ-дан, и биологиядан соны барамын. И биологиядан біз НТ-ға түстік, НТ-дан Нұрасылға. Маған бүгін аттестация, 18 біз аттестация болды, басқалар ұқсат 17 емес, 17 мен аквапаркқа көрдім, сосын шыққаннан кейін сразу салып болу керек. Аттестациядан бұрын 10-ға дейін, 9 жарым бұрын керек мен шыққан. Оған дейін мен баз оқып жүрмін қазақ тарихтан. Я показываю. Мен кеше аттестациядан келіп пробны тапсырдым. Пробны тапсырған балым осы жерде. Жалпылама осы жерде балым особо күшті емес, но бірақ қатемен жұмыс жасаймын. И столымды жинап алдым қазір данный момент. И қазір осыдан кейін қатемен жұмыс жасаймын. И ары қарай тағы оқимын. Так, достар, мен еще база оқып жүрдім. 10 сыныптың полный екінші бөлім базасын бітіріп. В общем, 10 сыныпты полностью бітірдім. Алдында мен 10 сыныптың бірінші бөлімін бітіріп тастадым. Енді бұйырса енді химияны аты қарай алып планда. Соған маған байланысты еще қатемен жұмыс почти бәрін бітірдім. Тек грамм теріс бактериялар и кейбір бана заттарды қозғалыспа гиберлин туралы бір оқу жүріп, сол керемет өтеді. Прям енді мына жерде ноут қосып не отырмын. Бағанадан бері база оқып отырдым. Шығарылған базамда енді не істерін білмей отырмын. Не істерін білмей отырмын, пландарым и соған жұмыс істеймін. Әрдайым өз күшіме сендім. Ешкім біреудің арманын жүзеге асырмайды. Әркім өз еңбектенеді. Күшің етсе, арманың орындалады. Болды, шештім, Данте. Сәті түсті, аянбайым. Мен алған бетімнен қайтпайым. Еш қашан. Йо, достар, сәлем, қалайсыңдар? Мен вообще ничего не успеваю снимать. Үлгере жатқан жоқпын түсіруді. База оқиын деп жатырмын. Дәл қазір мен 11 сыныптың базасын, кеше мен 10 сыныптың базасын толықтай бітіріп, енді бүгін 10 сыныптың екінші бөлімнің кітабының енді видеосын қарап отырмын. Работа істеген. И параллельно мен телефон енді алып шынымен де айтсам, я просто эфир қосу үшін атак мен шығармайтын едім. Кешірім сұраймын, дұрыс сызбасын сөйлемей жатқанда. Мына жерде мен НТ жазамын, и параллельно мен бүгін НТ қарадым химияда, и параллельно мен конспект жасадым, мини-конспект про полимерлерге байланысты. Өйткені полимерлер химияда жиі деп естідім. Соған байланысты бәрі полимерлер жазамын. Мысалы кевлар, лавсан дейді, неден тұрады, соның бәрін целый неше 2 сағат бойы оны оқыдым, кітапты оқып, жаттадым примерно, и конспектті жаздым, чтобы миды жақсырақ қалу үшін, миды қалғанын жаздым. Яра видеосы қарадым оған байланысты. Потому что мен оны бұрында вообще түсінген жоқпын, қазір күшті түсінемін. Аллаға шүкір, молодецпін. Енді қазір тарих қазақстан тарихы айтпақшы, мен ана мәдениеттерді видео нұсқадан қарадым. Осы жерде закреп, возможно. Мәдениеттік істеді мен. Енді қараңдар, биология база 10 сыныптыққа оқимын, и химия базасын оқып дайындалдым. Химияны да по бәрін бітірдім бүгін. И еще кешке қарай мен, возможно, бір уақыт болса, тағы химияға көңіл бөлетін шығармын. Химияға или же МС-ға. Айтпақшы, МС-дан практика сабақ қарадым. МС-дан практика сабаққа нұсқа талдауын қарадым. Керемет өтті. Жалпы күнім продуктивный өтеді, Аллаға шүкір. Енді бұйырса ертең мен промны өтемін, промныдан қатемен жұмыс жасаймын, келесі күндері сөйтіп жасап, күн сайын, почти 3 күн сайын промны жасап отырмын, и это прям плоды идут, прям қай жерден тесігі бар екен, қай жерде өзінің жамайтын жерлерін табуым керек екенін күшті өтіп жатыр. Енді көреміз енді қаншалықты бал алатынымды. Нағыздан.
Демім берақтайын сөзін беруге, өз-өзіңмен бірге сезімдеріңді Бізде қазір таң 8:30 сағат. Мен ертерек тұрғанмын. В общем, жалпы мен кеше шлока алдым. И мен кеше қатемен жұмыс жасадым параллельно и нұтқаратым бірінші сыныптың биологиядан. Особо істеген жоқпын, но все-таки андай өзім үшін көп болды жалпылама. Өзім үшін емес, в принципе, андай продуктивность бойынша күшті болды. Өйткені қатемен жұмыстың биохимия бойынша, тарихтан бойынша өте қате кетті ғой, как видите, тарихтан өте важно болды менде. Бүгін қазір енді мен химия мен МС-дан қатемен жұмыс жасаймын. МС-дан көп кетіп қалды уже. Биология, химия жақсы болса да, екеуі кетіп қалды. Оларды қайтып қарау керек болады. И қайталау керек болады МС-де. Өйткені МС что-то ең слабый болып тұрған жерде, и тарих. Сосын сиядым. Білмеймін. Достар, мен шыта жегім келді, жаңағы. Осылай. В общем, достар, мен бүгін жаңағына, в общем, көптен қатемен жұмыс жасадым, молодец. Шүкір Аллаға. Ну, енді не могу сказать, что 100% самый лучший продуктивный день, но очень хорошо прошел. Қатемен жұмыс өтіп, особенно МС-ға. И тарихқа қазір нұсқа тоқталып барасам. Сосын қазір химия, аташы химиядан особо дайындық істеген жоқ мен. Химиядан тек қана видео сабақтар қарадым, именно түсіну үшінші. Енді айтпашын мен айтпашын биологиядан база қарадым. Биология мен химиядан. Биология мен тарихта МС-ден басылып. Енді қазір тарихтан бір нұтарып жүрсем. И химиядан полный тапсам, күшті өтеді. Жасап, соны күшті тапсырсам. Ой, Сегодня делаю пробный. Ой, я пошел за телефон, потому что сеть лагает у меня. Слой. Ладно. Сәлем достар. Шынымды айтсам, мен настроением прям қатты күшті дей алмаймын, шүкір. Но бірақ та андай тревога болады ше, уже жақындап қалды ше ұбытымыз, и соған байланысты андай очень сильная тревога и қорқыныш сезім бар. Балымды көтере алмай жатырмын, соны көріп өттім ше. 119-ден 124, 122, 120 аралығында ше. Көтере алмай жатырмын, барынша көтеруге тырысып отырмын. Нағыз ұбытқа дейін барынша көтеруге тырысып отырмын, барынша, білмеймін, барынша тырысып отырмын ше. Қайталып отырмын, и андай қате етіп жатқан жерлерде қиналып отырмын ше, барынша тауып. Солай достар, осылай отырмын. Не істерін білмей отырмын, бірақ та что мне надо делать еще дегенде ойлар болып отыр. По идее есть прогресс, но какой-то очень маленький ше. Надеюсь, нағыз ұбытта құттай оңайрақ болады, и нағыз ұбытта шейін мен дайындалып үлгеремін. И бұл мен соңғы пробный болды, 124 балл жинадым. Не істерін білмей отырмын достар. Очень плохо. Неплохо, нормально. У меня странные эмоции. Перед ұбытта каждый такие эмоции. Достар, қалайсыңдар? Кеше түсірдім ұмытып кеттім. Кеше жалпы күшті күн болды, прям керемет күн болды. Дайындығым да жақсы болды. В принципе, моральный состояние күшті болды. Прям дайындыққа Аллаға шүкір. Енді бүгін таңда тұрдым. Бүгін предпоследний день, нағыз ұбытқа дейін. Последний нағыз ұбытқа дейін. Бүгін 27-сі. Бүгін химияны оқып отырмын полностью. Бағана химия 11 сыныптың бірінші бөлімін толық бітірдім. Кеше 11 сыныптың екінші бөлімін оқып, прям оқып шықтым. И бүгін тағы да оқимын. Планда көп заттар бар. Алла бұйырса осының бәрін орындасам. Және де міндетті жасау планда, сондай заттар планда. Особо көп түсіріп жүре алмай жатырмын.
кеше өте түсіремін, өйткені көп планды болды, и в принципе андай нагруженный болды. Бүгін күшті болсын деп өтем, продуктивно, әдемі болсын деп. Алла бұйырса бәрімізді жақсы болады деп өтем. Осы нағыз опыты, ол біздің өміріміз шешпейді, но бірақ та біздің өмірімізге үлкен бір қадам әкелетін зат. Солай, соған байланысты адамдарда көбінесе стресс болып жатыр. Біз жалпы кеше ғана мен кураторлармен сұрақ жауап алдын апайлармен сөйлесіп, сұрақ жауап қоясыз дегенде кешеден бері сөйлесіп жүрмін. Екі куратормен, мен тарихпен, биология, химиямен менде сұрақ жауап. Бүгін бізде қоштасу кеше полностью жазырпен. Өмірде кездесулер болмайды. Әр адамның бір тағдыр, әр сәт бір естелік. Ғашықпын саған деу үшін үлкен ерлік керек емес. Сол сөзге лайық болу үшін үлкен жүрек керек. Шынайы сезім уақытпен өлшенбейді. Ол бір сәттің ұшқыннан мәңгілік алауға айналады. Тағдырымның ең сәтті. Біздің өмір әлі алдымызда, біздің бақыт олар қолымызда. Қайда болсаң да жаным, келші маған, жұлдызым болып. Махаббатым сен, жұлдызым да сен, қайтармадың сөзіме жауап. Өкінемін мен көрінгенде сен, көңілімді алдың ау баурап. Махаббатым сен, жұлдызым да сен, үрледі жан жүрегім, кездесу ғой бар тілегім. Әдейілеп негізі бүйтіп сұранып алдым бүгінгі кешке десең. Әдейілеп ше. Бұйырса ұбыт тапсыруыма маған бір күн қалды. Бұйырса мен уже ұбытқа кірем. Нешесі уже ертең таңда кірем. Сағат қазір 8-ден бәлнеге кетіп жатыр, уже 9 бәлнеге жатыр. Сағат осындай болып жатыр, енді бұйырса кірем. Шын айтсам, өте қызық чувство, өйткені қазір мен қалаға кетпейтін. Қаладан бұйырса жақсы бала алсам, жақсы еді. Несколько часов осталось до енді примерно сағат 7-6 болса, 6-7-20 болса, мен қазір 6-8-8:30-да кірем. Поэтому 2 сағат қалды. Сәлем достар, мен үйге келдім. Шын айтсам, мен осы видеоны прям күшті етіп, сегізінші сынып соңында күшті етіп видео түсіп аяқтағым келеді. Бірақ болар болса, әрбір қиындықтың артында бір қайыр бар дейді. Сөйтіп өзімді жұбатып отырмын әрине, но бірақ та шығыс жүктем. Әрине, өзім қалған балым болмаса да шүкір. Шын айтсам, осы соңғы бір ай бойы мен прям өте күрделі дайындық өттім. Осыны неше түрлі план құрып, өте көп күш салған едім. Прям шын айтсам, бір ай бойы 30 күн ғой енді қалған. Соған дайындалып, бірінші күн 119 алғанда прям настроением қатты түскен еді. Сол кезде шүкіршілік өткен жоқ сол кезде, кстати. Сол кезде барынша күш салған едім. Басымызға жазылатын бақ, оны өзгерте алмайды ешкім. И өткен нәрсені уже қайтып оны еске түсіріп, мұнай қайт жоқ. Сол, түсініп өтірмін досым, түсініп өтірмін қандасым, түсініп өтірмін менің дәсінде ұбыт тапсырған адам. Сен, возможно, сол чувствоны ешкім передать етіп отқан жоқсың. Өйткені сен қазір тек қана қара бәрін жарықты күн көріп ба, күнді жаман деп елестетіп, әрбір сөзде құлаққа асырмай уже, возможно, ренжіп отқан шығарсың, осы дүниеге. Мен сені идеально түсініп өткенмін, мен өзім оның басында керістім. Осы бүгін. Өткен, бірақ та біз келешегі өмір сүруіміз керекпіз. Мысалы айтсақ, неше түрлі плакат іліп, мотивация алып, сөйтіп отырған адаммын, өзіме регресс түсіп кеттім. 119 балдан бірінші ұбыттан 113 балға.
енді бұл менің өмірімді шешетін зат емес достар. ұбт бұл өмірдің бәрі айта береді, я білемін, сен шаршап кеткен шығарсың ғой, өмір бұл сені шешпейді, бірақ та шынымен шын қарасақ ұбт сенің өміріңді шешпейді. ұбт сенің өмірінде тырнағының астында дым емес. Шын айтсам, сен грантқа түсін түспеуіңді қарайтын зат. Сен қандай адам болатынын, қай оқуға түсетін бір сөзбен, қай оқуға түсетін, қай жаққа жасатын, ал қай адам болуына, қай мақсатқа жетуіне, сен қандай болатынына бұл ұбт шешпейді. Бұл тек қана тест. Өте кейші, бұл болмайтын тест. Но енді ұбт системасы по-любому өзгермейді деп уверенмін. Сондай болады деп. Но бірақ айтқым келетіні, біз осы дүниеге жалпы ақпаратпен келеміз. Философия айтшайын. Ақпаратпен келеміз. И сол ақпаратты қалай бояйтынымызды, қарамен бе, ақпен бе, неше түрлі түспен бояймыз ба, бұл өзімізге байланысты. Сен осы дүниені қара деп көрсең, қарамен бояйсың. Ақпен көрсең, ақпен бояйсың. Әрбір адам өзі әртүрлі көреді. Саған да совет берер едім, осы дүниені сен әдемі портрет етіп, әдемі сурет саған қалайтын. Енді соған байланысты мен сендерді шын айтсам, возможно, реклама сәті көрім керек шығар, бірақ та шын осы жаз бойы мен өзіме сөз бердім. И саған совет берер едім, сөз бердім. Камерам, конечно, идеальный болған жоқ, сразу кешірім сұраймын. Енді реклама сәті көрген шығар, достар, но бірақ та шын айтсам, бұл никакой реклама емес. Бұл шынымен дерден жүрегімнен шыққан зат. Мен осы телеграм канал дамытайын дептім шынымен де. И бұл телеграм каналда енді өзгертемін, достар. И осы телеграм каналда не только мотивация, а жеке менің өмірімде емес, адамдардың өмірге керек осы жолда осы жолды құласаң, сен өзің көтерілетіндей, күш алатындай менімен бірге өт. Осы жолды менімен бірге өт. Қиыншылық болса, сен возможно грантқа түссең де болсам пайдалы болады деп айтамын. Өзіме сөз берген едім. Осы ұбт шыққаннан кейін мен сынбаймын. Екіншіден ағылшын курсын оқимын. Сендермен возможно ағылшын курсын марафон тоже жүргізетін шығармыз бірге. Тегін болсын, басқаша болсын, бірге жүреміз. И анатомиядан бұйырса курс оқимын. И соған байланысты сендермен тоже бөлісемін. Возможно, бесплатный видеолар болады шығар, өзім бірінші базалар жасау үшін жасап шығармын, сендерге көмектесу мақсатында. И мында тыңдайтын, енді қарап жатқан 10-9 сыныптар, ертерек сыныптар аралға сендерге советім. Қазірден бастап дайындалыңдар, еңбектетіңдер, қиналмаңдар. Өйткені артында жеміс тұрады. Соған байланысты мен тоже марафон жүргізіп жатырмын. Фундамент. То есть мен әрине бола алмаймын сендерге, конкурент деп бола алмаймын, шынымен де айтсам, басқа курстар сияқты, жүзұрық сияқты, немесе EduCay болсын, немесе Geonline сияқты, басқа курс сияқты мықты бола алмаймын. Сөз беремін оны тіпті, уверенмін. И так понятно шығар, достар. Но бірақ та сендердің фундамент бастауына, осы курстар оқып бастағанда сендердің адаптация уақыттарын қысқартуына, тіпті адаптация түспеуіне де күш саламын. И басқа балаларға грантқа түсуіне де үлес қосқым келеді. Түсініп отырмын, возможно, сен бей отқан шығарсың, но бірақ та одан бұрын мен марафон жасап, сен болады. Командам бар, бұйырса командамен сені биікке жеткізуге тырысамын. Бұл шын жүрекпен айтылған сөз, шын айтсам. Жақсы достар, мен ұйықтаймын. Ертең маған выпускной вечер. Бәріне сәттілік.